Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірісі артық. Бірақ бұл эксперимент барысында бір қызық нәрсе болды. В общем, 30 күн бойы ерте оянам деп шештім. Неге десеңіздер, күнде сағат 10-11-де оянам, жұмысқа келем дегенше түс болады, потом түнімен монтаждайым, қайтадан кеш келем, кеш жатам, қайтадан. Как будто кейбір нәрседен кешігіп жүрген сияқты ощущение үшін. И одан кейін барлығы айтады, магия утра деген кітап бар, басқаша көптеген кітаптар бар. Ерте тұрғанның, в общем, пайдалылығы туралы жетеді енді, әңгімесі де көп. В общем, енді осы эксперимент барысында еще тағы бір челленджға қатыстым. 50 күн бойы отчет жібересің, таңертеңгісін оянасың да, сразу отчет жібересің, типа мен ояндым, мынандай заттар жібердім деп. Егер де отчет жібермесең, 5000 теңге қадаласың. Тағы да бұл эксперимент барысында, бұл челлендж барысында мен 5 күнді профукить еттім, 25 000 теңге қадалып қалдым. Еще арасында кейбір моменттер болды. Оянып, отчет жіберіп, дальше ұйықтай берген. Ал енді жалпы бұл эксперименттердің барлығын тексеріп көргендіктен мен сіздерге айтатын негізгі 3 кеңесім бар, чтобы ерте тұру үшін. Ең біріншісі сен мақсатың болу керек. Ерте ояну мен продуктивный болу тең нәрсе емес, осыны естен шығарма. Одан мақсатың болмаса, зачем саған ерте тұрып? Дальше ұйықтай бер. 10-11-де оянсаң да саған да солда жетеді. Ал егер де бұл нәрседен өмірінен бір-екі затты өзгерткің келсе, басқаша өмір сүргің келетін болса, ерте тұруға тырыс. Съемка деп жүріп, бір затты ұмытып кетіпті. Қой, тездетейін. Екіншісі, бұл ерте жату. Енді бұл ерте жату лично өзіме ең қиыны болды. Так как мен фриланста жұмыс істегендіктен, қызым бар, достарым бар, ары-бері жүресің, сонымен всегда кеш қайтасың. Ерте жатуда мен саған айтатын негізгі кеңесім мынандай. Таңғы будильник сияқты кешке де будильник қой. Типа күнде мысалы 9-да будильник ойнаса, типа жұмыстың бәрін қоясың, ұйықтауға дайындаласың. Екінші момент, трекер привычек, то, что сен мысалы күнделікті прогрессіңді белгілеп отыр. Бұл реально көмектеседі, типа егер де бүгін мысалы 9-ға дейін жаттым деген сияқты галочканы қойып қоясың. Ертең 9-ға дейін жаттым, галочканы қойып қоясың. И бұл саған кішігірім мотивация болады. И үшіншісі, интернетті сағат 9-да, 8-де ертерек өшіруге тырыс, потому что интернет, ол, в принципе, когда он шұқыламасан, ертерек жатасың, ультрафиолетовый түс адамның ұйқысын қашырады дейді, сондықтан үшін интернетті өшіріп қой, телефонды арырақ қой. Үшінші кеңес бұл қосымшалар мен приложениелер. Қосымшалар дейтін болсақ, жай мынандай жатар алдында осындай көзге жауып жатсаң, негіз тез ұйықтайсың дейді. Бірақ оянған кезде дайын бол, кейде шошисың, қап-қараң болып тұрады. Бұған әлі де үйрене алмадым. 1-2 күн ғана жатып көрдім, бірақ қиында болды. Приложениелерді айтатын болсақ, жақсы будильниктер бар. Мысалы, күндіз сен белгілі бір жерді белгілеп қоясың, сол жерді сканерлемейінше, сол будильник өшпейді. Или анда есепті шығармайынша будильник өшпейді. Бірақ мен тоже қызықтау болды, когда сен ұйқылы ояу, таңертеңгісін оянып, ана есепті көрген кезде кішігірім стресс болады. Эксперимент бойынша қызықты нәрсе пайда болды дедім ғой, себебі мен таңертеңгісін оянып, күнде видеоға түсіретінмін. Андай көзім, бет-аузым ісіп тұрса да и так далее болса. Қызықты нәрсесі камера алдында сөйлеу намного жеңіл болып шықты. И бұйырса бұл бір пайдалы әдет, келесі пайдалы әдеттің пайда болуына септігін тигізді. Сіздермен болған мен Алмат Мырза, егер де келесі роликті 2 күннің ішінде шықсын десеңіздер, осы роликқа лайк басып, қолдап, кішігірім комментарий жазсаңыздар болады. А егер де прямо андай қайтсам болады, керек емес десеңдер жазбай қойдыңдар, керек емес.